Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 55-ші сабақты өтетін боламыз. Денсаулықты сақтай біл. Бүгінгі сабақта мәтінді рөлге бөліп оқисың, және де мазмұны жоспар бойынша өз сөзіңмен айтылатын боласың. Олай болса балалар, біз сабағымызды бастайық. Бірінші тапсырма: кестеге аурудың белгілерін жаз. Қайсысын жұқпалы деп ойлайсың? Түсіндір. Аурудың атауы, бірінші баған, екінші баған аурудың белгісі. Балалар, бірінші ауру ол тіс жегі. Бұл аурудың белгісі тістің ауруы екен. Екінші тұмау. Аурудың белгісі мұрын бітелу және қызу. Үшінші тамақ баспасы. Бұл жердегі аурудың белгісі балалар қызу көтеріледі және де жөтел болады екен. Бұндай белгілер бар болса, сіздің тамағыңыз ауырып тұр деген сөз. Бұл аурулардың барлығын біз жұқпалы аурулардың қатарына жатқызуымызға болады екен. Себебі тістің ауруы, құрттауы, тұмаудың болуы, тамақтың ауруы, бұның барлығы адамдан адамға жұғады екен. Екінші тапсырма: ертегіні рөлге бөліп оқы. Қоян, орыс халқының ертегісі. Ертеде орманда бір қоян ауырып қалыпты. Қоян ем іздеп тоқылдаққа келеді. Тоқылдақ: мен сізді іздеп келдім, дейді қоян зорға сөйлеп. Көптен бері ауырып жүрмін, емделейін деп едім. Тоқылдақ қоянның өңіне тесіле қарап, қай жерің ауырды деп сұрады. Қай жерімнің ауыратынын білмеймін, әйтеуір түлкінің қарасын көрсем дірілдеп, әлсіреп қаламын, деді қоян. Тоқылдақ оның ауруын таппады. Қай жеріңде дерт бар екенін біле алмай тұрмын, үкіге барып көрші, деді тоқылдақ. Қоян үкіге келді. Үкі көзәйнегін тағып алды да қоянды қарай бастады. Мен бір нәрсеге таңғалып тұрмын, деді ол. Неге? Деді қоян үнін зорға шығарып. Өкпең де, ішек қарның да, бауырың да, бәрі өз орнында, бірақ бір мүшеңді таппай тұрмын. Жүрегің қайда кеткен? Білмеймін. Тоқтай тұр, тағы бір мұқият қарап көрейін, деді. Сөйтіп қоянды бастан аяқ аңдып көрді. Бір уақытта үкі: О, таптым, деді айғайлап. Қайда екен, деді қоян дауыстап. Табаныңа түсіп кетіпті ғой, деді үкі. Енді қайттым, ең болмағанда кеңес беріңіз. Сен болар-болмас нәрсеге қорқа берме, батыл бол. Осы сөзіме құлақ ассаң, жүрегің біртіндеп орнына келеді. Сонда қалтарағаның да басылады, деді үкі. Қоян үкінің берген кеңесіне құлақ қып алды. Сондықтан болар, осы күнге дейін аман-есен жүр. Аударған Гүлбаршын Әлімбаев. Мәтіндегі балалар дерт сөзі ауру деген мағынаны береді, құлақ ассаң, тыңдасаң деген мағынаны береді, күн алу деген орындау деген, күн алу деген орындау деген мағынаны береді екен. Үшінші тапсырма: жоспардың 3-ші бөлімі бойынша ертегі мазмұнын әңгімеле. Қоянның ауырып қалуы, қоянның ем іздеуі, үкінің пайдалы кеңесі. Үкі балалар қоянға пайдалы кеңес береді. Оған не дейді? Оған былай дейді: қоян, сен болмайтын нәрсеге бола қорқа берме, дейді. Егер де сен осындай болмайтын нәрседен қорқуыңды қоятын болсаң, сенің жүрегің біртіндеп орнына келе бастайды, дейді. Қоян не істейді? Қоян үкінің сөзіне құлақ асып, өз жөнімен кете барады. Қорытындыла. 4-ші тапсырма: қоянның ауруының себебін үкінің ақыл кеңесімен байланыстыра түсіндір. Қоянның ауруының себебі үкінің ақыл кеңесімен байланыстыра түсіндіретін болсақ, ол ауру емес, қорқыныш сезімі. Сол ақыл кеңестерді тыңдап, қорқынышын жеңді.
Үй тапсырмасы ертегі мазмұнын рөлге бөліп айтуға дайындал. Олай болса балалар, біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар. Бүгінгі сабағымыз ұнап жатса лайк басып комментарий жазыңыздар. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса комментарий бөлімінде белгілеп кетсеңіздер болады. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламыз. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар балалар.